Hurmatlı okurmanlar, emi davr işten çıkkız nerse başıma gelip durat. Hani barınar düşünüp durasınlar. Buyursa, men bana jakında birinci oktyabrda 95'ke çıkan duram. Бұл emi айтı оңай. Бірақ 95'ke çıkan da var, çıkpagan da var. Men özüm sezişimde 95 деген оңай yaşamaz. Baya yürüyüş, bayağı morun qaran, yürüyüş turuş, bu süylegen, keyip, mınday görünüş, baskan turgan, ün kırışır etmey, baya men şastayıp жүрбейм, yaş vakta, mınday çeçinip, monça emetkende özün denen özün kuanıp turçeleng. Oh, kandaymin dep. Hazır hem özün çeçingende, özüңдүн денеңен өзүң жүрөң айланып калды. Бырайып, сырайып, шалдыр, шулдыр, бети башыңдан башка баскан турганың майрың, сыйрың. Эми бул эми табигат, Кудай Таалам жараткан табигаттын берген белгиси экен. Вечно эч ким жашай албайт экен. Карылык буйруса өз милдетин аткарат экен. Карылык милдетин аткарып атат азыр. Karılık'a men boş yap kaldım. Kançalık moyun sunbağa menen ser ona karılık öz milletini atkarat eken. Sebebi turgan, baskan turganın, süylegenin barından ne görüp turba. Şu sen güzel karıdın da. En bul tuğulgan gün hazır, barımız bileviz hazır, törülgün baladan tartıp, güzel. Постоянно туылған. Мен небере сөйлерін бір ай мұрын ескертеді. Баланчағыны дені рождением деп. Мен дені рождением деген білші емеспін. Елуге шыққанда, ошонда мен да хирург болып, баяғы анша-мынша белгілі болып қалып, авторитет болып қалғанда, елдің барын өткізіп өтеді. Тең тұштар, білгендер өткізіп өтеді. Ана мен 50-ден баштап дені рождением өткізіп баштадым. Görsem bayağı denizden barçımın da elge. Бұл жөн өлі баяқы ошо жашқа шыққыша, ошо қанша иштегенин бұл ел жұртқа жана отчет береді екенді. Отчет. Баланша елуге шыққа емне жолды басып келдім. Емне қырғыз еліне емне жақшылық қылдым, емне іш қылып бердім деп. Ошоны ойлап отыраны мен дағы елусінен тартып өткөзе баштадым. Анайын аккуратно, 60, 70, 80, 90 аккуратно өткізіп келдім. Ананен мына 95. 95 шәмі адам, мен айтып жүрбейм, как врач қатарында адам жашқа тойбайды. Мен бұл юбилейді көріп жүрбейм, 100-ге шық, андан ашып шықты. Бұл жашқа тойбайды дегенім, адамның жаны қиын да. Мына мен как врач қатарында 70 жыл іштедім деп өтпейм бе? 70 жылда бұл неотложный хирургия емне деген больнойларды көрмедім. 114 жашқа шыққанша шейін операция жасадым. 80, 90, 100 мұндай көбел операция болды. 30 жыл жашқа шығып, кез шындай жаш келіп қалған, көзі көрмейді, баса албайды, отырса деп отырады. Араң әлі жаны бар. Бірақ мындай оорулар бар. Хирургический операциядан башқа еш дары-дәрмек жардам бербейді. Ошон үшін біз жашына қарабайбыз. Үлівой жаш болса дағы, показания болса, операция предлагает етіз. Ушымен таңғалып, мына 70 жыл, 30 000 операция. Bir de оғалеп, мен қарып қалдым, бұланша жашқа шықтым, Аллахым олышты, мені тим қойч. Қызылала қылбай жөн өлейін деген кішіні оғалеп. Барлығы бір сөзден. Жардан бер, ыспасай. Ошон үшін адамның жаны қиын екен. Адамның жаны қиын. Анан эми 95 деп, бұл эми бір чети түзік эле. Қуаныш. Мындай басып өткен жолыңды қарасаң, өте сложный. 70 жылдың ішінде, эми азыр мен Құдай жалғап мындай старческий қарылық жоқ.
İskleroz mozgu yok. Alcıylekmin de. 14 yaşımdan berkini günü günkü de pomne. Eşimde de. Oşun için hazır yatıp alıp oylayım şu büt barın. Bana yakındap keletkanda baskan yolumdu barın izildep, eskerip, estep çıktım. Men baskan yol hiç kimge vermesin. Hiç kimge, düşmanına da vermesin. Uşunçalık straşne yollarda basıp öttüm de. Eman sıravunitet ağına düştüm, batkağına düştüm, su aktım, çömedim. Bırak oşonun barın jengip uşu yaşka çıktım. Anan qarasam uşança turmuştu görüp oturup, mınday elge yurtqa kılgan jakşılığım jakşılı eken, jakşılı. 30 min operatsiya degen oңой emas. 30 min adamın ömrünü saqtap kalır. Oşoların dele batası tişe gerek. Emge çıkan bar ele altın kolayla ayında koldan övet, betin övet. Men bu bataga köbürök işenim jirem. Oşollardın batası mana 95 kesi. Oşon üçün eseptep görsem, men Kırgız elinin aldığında yüzüm jarık eken. Yüzüm jarık. Mamday tip karap durup atçot berüge akım var eken. Sıymıktanım. То есть özümdün kesiyum boyunca как хирург atarında. 200% normamda atkardım. Bul жағынан yüzüm jarık. Mana uşu yaşka çıkışa bul jaman хирург, начар хирург, kolor, kasapçı dep koyat начар хирургтар. Oşol attardıktan kongon jokmun. Kuday jalgap şen kolu jengil, altın kol uşunday attara konup keldim. Hazır karılıkta ötpayım gelip kaldı. Oşo karabay. Mana hazır dele iştep atam, hazır dele günüge operasiya jasap oturup alıp. Maqtan albayım 30-40 yıl murunku energiya, güç, gözdün görüşü anan barı yok hazır. Oşo karabay göngon iş boyunca koldan geldi. Hazır oturup alıp, kresloga oturup alıp jasayım. Gel özüm oylap kalam da orular bilet. 95. Ay şol kargan kişi gözdele naşar boluş kerek. Unutulup kaldı degen sam neyne bolotka degen oyum bolot da. Kesi ay karıp kalıptır temele koybayım degen söz bolavu deyim. Yok. Akademik özü jası, barlığı o da koy. Özü jası dep, özü soranıp durat da. Mağan aşo güç kuvat berip atattı. Güç kuvat berip. Hemen özü aytpasa da bir arkalı olsa o 95 göz dele görmeye kaldı o. Kolu dele kalçıldap kaldı olsa anda men oşo zaman хирургияга girmeyt bolsum. Etice biz için selne udardı. Hazır yok. Bari bilet men jasardı. Özü jasa dep süýünüp duruşat. Bol mağan güç kuvat den-sol koşat eken. Biz nişte aytdırıyoruz ben. Bu хирургның işi uşunçalık sложный degen adamdın organizmi mınday sложный organizm bilbeyim yok düşüngen kişiye. Yok. Любой kosmos, любой aparatı ince çıkarıp atatıq o. Barlığından sложный adamdın organizm tüzülüşü. Uşunçalık Kuday Taalam jaratkan. Ukmuş. Büt barlığın uşul sentrali nervi upravляет edet. Jaşap jirgen bu jürek kan tamırı обеспечить edet. Uşunçalık organizm uşunçalık raşitin etken hiçbir yerinde kataçılık yok. Bir uşunday başkarganda. Jağı oğurup kalganda ayla yok. Oğuracak darı menence olmasa bizden хирургический bu oğrular al operasiyas hiçbir ayıkpayt. Toşon üçün bul жағының bir özümüzde, milletimizde oşu atkar böyle geletavız jakşı. Mağraki hazır pandemiyi dep Kuday Taalam dağı bir belayan javuşpadı. Koronavirüs dep. Kança milyonlagan kişiler ölüp ketdi. Bul хирургияда çağıla var bolç. Bizde agar bir sutkada
свет жоқ, хирург жоқ, аппаратура жоқ, условия жоқ десе, азыр күніге мен есебім ой, күніге 5 кіші өледі. 5 кіші өледі. То есть бізде бұл эми мурунтадан баягы көндүм болуп, уже налажены, бизде барлыгы налажены. Например, күн түн дебей бизди жүрүтөбүз. Операционный круглый сутка даяр. Инструмент бүт. Баягы срочный алып келгенде моментально, тигине кылманы жок, моментально халат кие коюп, кээде биздин ооруларга быстрата. Канчалык тез жерден ошончалык айыгып кетүүгө мүмкүн. Мен кээде айтып жүрбөйүнбү? 5 минут ерекше, 5 минут кешсе өлөт, 5 минут мурунураак операциясаң айыгат. Мындай миңдеген оорулар бар. Например, мындай кан кузуп келет, сайылып атылып келет. Ошол кечиксең бүттү. Айрыкча бизде ушунчалык сложный кан тамыры жарадар, ошондон кан агып отуруп тез өлөт. Эми муну ар дайым сравнить этем, малды мууздаганда эле кан агып бүткөндө өлүп атпайбы? Киши деле ошол. Кан агып бүттү, жүрөк токтойт, ошону менен өлөт. Ошон үчүн бул хирург болуп иштеш бир четинен өтө сложный. Бир четинен өтө керек, өтө сый урмат. Сый урмат дегеним ушунчалык кыйналып келет. Острый оорулар бакырып, өкүрүп, жөн эле чыдабай чимирилип келет. Туугандарынын бар беспокойтуп айтып келет. Ошондой адамды срочно операция жасап, 3-4 күнөн баягы менимче көздө жакшы көрөм. А деп келгенде, кыйналып келгенде сразу эле көз айтат, кыйналып келет. Анан баягы 3-4 күнөн операция температура басылып, ооруган жери басылса, биринчи кирип барганда эле көз айтат. Эчтеке сурабай, эчтеке көзү ушундай сонун жалтырап, жөн эле ушундай белги берет, бар жакшы деп. Ошон үчүн врачтар үчүн мына түшүнгөн кишиге биз үчүн бирден бир куралыбыз көз. Көздө. Мен көзгө ишенем. Анан көздөн кийинчерээк айтып жүрбөйбү? Ач көз. Ач көз деген көбөйүп кетпедиби? Жаңкы кузгундар, анан кийин жуткандар буну элдин арасында ач көз деп коет. Көз тойбогон акмак экен. Баягы жылы бир түшүнгөн эле чоң солидный киши менден сурады, мени как врач деп сурады го. Мамедов, бу ач көз дейт, бу көз качан тоет деп. Качан тоет? Мен моментально жооп бердим. Өлгөндөн кийин 5 күндөн кийин көз тоет деп. Таң калып берип карап калды. Эмчи 5 күндөн кийин? Өлгөндөн 5 күндөн кийин көз соолот. Соолуп агып түшөт. Ошондо гана тойдум дейт. А тиги киши таң калып эле шеңесип калды. Шеңесип калды. Эми андай да бар. Эми бизде жаманы жакшы параллельно жүрүп атпайбы? Эми Бабыреке юбилей деген түзүгүленерсе, элге отчет бересиң, ана элге баягы 1 жыл, 5 жылда болсун, баягы жакшы таанышкан, тең туш, жакшы саламдашкан кишилерге чай берип коюш да милдет. Азыр чай берип коюш тоже бул өзүнчө проблема. Бул көп эле жерге барып жүрбөйбүз. Чай ичип берген, чай ичип койгон ал жакшы эле. Эми арада ар кандай сөз болуп кетпеди. Ушу той тамаша азайсын. Анан кырсык болгондо агай. Эми ал деле туура. Мына колунан келген кишилер үчүн анчейин кыйынчылык эмес. Мына мен азыр 90, маған кыйын эмес. Мен анчейин жөжүрүп кедей эмесмин. Балдарым, мына мен өзүмдүн балдарым аста академик арты отличник хирургтар, 100 балдарым бар. Өзүмдүн балам профессор, директор, ал бизнесмен. Эми колдон келип турат. Биздин колдон келип турат. Ошон үчүн биз эч кимге залалыбыз тийбейт. Бирөөдөн карыз сурабайбыз. Бирөөнүн акчасын уурдабайбыз. Өзүбүздүн күч менен өткөзүп элге чай берип коюш бул түзүк эле. Бул илгертен бери айтылып келет. Муну мен жакшы түшүнөм, аралашып эле жүрбөдүм. Мен айылда өскөм, айылдын турмушун да жакшы билем.
кейде адам қырсық болғанда, адам өлсе, бізде Қырғызда құрынамыз деген бар. Құрынамыз. Böyle tiginden men kemmem деп. Қолынан келбейді, но құрынамыз тегінден мен кеммем деп. От шында қиналып қалады. Қарызға түседі, қиналып өткізіп, аны кейін өмір бойы төлешке де қиын болып қалады. Азыр мен айылда илгертеден бері жаманшылық, жақшылығында чилеммен. Постоянно мен осы положенный ақшасы төлеп жүрем. Азыр ем Құдай талам жақшы. Азыр жақшы еле жашап қалды ғой. Айылды көріп жүрем барып. Азыр әрбір кедеймін деген үйде 10 қойы бар. Bir ойы, bir жылқысы бар. Атақ алдында 100 қой, қанша жылқы, бірде машина болып кетті. Азыр көп қиналбайды. Мен айылда өзім бір атаның балдары азыр 60-70-те болып кетті. Аймағын ішінде баяғы нашарлары деле бар, жалқаулары деле бар, баяғы көп балалысы бар, қолынан келбегенде бар. Мен айылға разы болдым. Ошол жаңқы 60 кіші. Ошоларды баяғы законный взнос қайрасы ушыны менен шолдады екен, бүт жаманшылық. Қырғызда бізде қалбайды. Ырым-жырымымыз қалбайды. Құран оқыту, мал сойы, көп келгенден қарашын бері, жетіліге, қырқылғанам. Бұл бізде, мен түсініміз жақшылы. Бұл жақшылы. Бұл Қырғызда бұдан бір, бөбіреке мен көйлі жерден байқап жүрбейм, нацылардан. Өлікі, айрықшы өлікі. Қырғыздан мұндай оқмұштай, оқмұш қылып, барқытап, сарқытап қойғанды көрілік мен. Өлікті ұшындай сейлеп, жақшылы қояды. Мұны өземе менімше жақшылы. Әзір көптелі ошон мұрын Құдай қиыншылық болбай қалды. Тоғандары құтқарып кетеді екен. Өткен жылы президенттің указына сейін шығып кетті. Ошол қиналған кішілерге ошол лишний расход болып өтеді деп даже запрещать еткен шейін бар. Мал сойылбасын, ограниченный той тамаша болсын деп. Бір тобы мындай положительный оценить етті, бұл туралы болды. Бірақ менің түсінігім, мен елем сақалыларын бері болып қалайлар. Көнгөн привычка башынан мұны кейінгі мұн біз ойлап шығарған жоқпыз. Бұл тет илгертеден бері ата-бабадан қалған салт екенді. Бұл салтты жоғалтыш менімше өте қиын. Баяғы жыл есімде көп жыл болды, бір запрещать еткен. Анда кейбір кішілер сотталып қызматынан алып нарушать азап көрішкен. Біраз өткенде дағылы баяқ башты. Ошон үшін мұны тап-тақыр жоғалтып жіберіш қиын менімше. Запрещать ет қиын. Себебі бұл ата-бабадан қалған салт, қанымызға сіңген, мұны оңайменен запрещать ете албайбыз, құтыла албайбыз. Ошон үшін по возможности болуш керекті. По возможности. Қиналбағандай болуш керекті. Менімше азыр түзігіле болып қалдық. Азыр алына қарата аргем өткізе берсе, андан ештеке болмайды. Менімше бұл керек. Мен анауын өткізбей қойсаң, дағылы Қырғыз телевиз қиын да. Ушындай жадный қысым, ушыншалық дәрежеға, ушыншалық байлыққа, ушыншалық балдары тойып, елге бір чөгін чай беріп қойғанды ертеселі тарайды. Секреті жоқ қона қорғанды. Менделі отырып, үстелін, не үстелдемді екен ашық айтпайсың, момындай дайырлапсың деп. Жақсы дайырлапсың. Кемшілігі болса, ішімізден ойлап кетеміз. Ғапыр бұл жарбағандай қылып қойып тұр деп. Анның секреті жоқ ашқында. Ошон үшін не деймін мен. Вообще жаш керек, сақалды кішілер керек. Мен башынан айтып жүрбеймін бе? Бұл сақалды кіші үй біледе болсын.
айылда болсын, районда болсын, регионда, республикада болсын. Мен көп эле жүрбөйм. Ошол жакшылык жаман. Ошол сакалдуу киши төргө отуруп, балпайып отуруп берсе, бул көрк экен. Бул көрк. Эми ошол сакалдуу кишилер. Мен айтып, эми ал сакалдуулардын эле күнөөсү эмес. Кээсен алжыган, Кудай ошондон сактасын. Караганды алжыгандан сактасын. Оозго келген сүйлөй беребиз, отушондо. Анда жаман көрүнүп калабыз да. Ай, муну тез эле Кудай алса экен деп элтилеп калат. Эми кандай Кудай таалам кандай ошондой жашайт экен. Эми мен пока 95 азыр ыраазы элемин. Азыр жакшы. Балдарым айтып атпайм, мен окуучуларым үй биле ушунчалык жакшы. Мен азыр колуна көтөрүп эле багып атат. Укмуштай эле багып атат. Агар ушундай бакса, тамаша кылам. Ой, анда мен 100ден аш жашай берейин. Силердин араңардан деле кетким жок. Мындай сыр урматты көрүп турупту. Мына могу ал көптөн бери мурун 90-80. Мына менин балдарым азыр деле. Азыр эчтекеге мен кийлигишпейм. Мага айтып атышат. 95 сиздики, калганы биздики. Сиз элди чакырабыз конокко. Сизди да чакырабыз конокко. Ошолор менен конок болуп отуруп бериңиз, калганы биздин иштеп. Мына жер кал. Муну уккандан кийин кантип кубанбайсың. Мен кийлигишейин десем, менин уулум эме өзү бала да канат. Унчукпай отур деп коет. Биздин акылыбыз жетпей беретсе, анда кеңешебиз, анда айтсаң болот. Азырынча бүт барлык. Сен чакырган күнү барып сакалдуулар менен чок отуруп конок болуп бер. Бул мен үчүн жер кал. Сый, урмат, авторитет. Муну уккан сайын мен дардайып, ушундай болуп калат экенмин деп өзүмчө дардайып калам, кубанып калам. Ошол менин балдарым бул биринчи юбилей өткөзүп аткан жери жок. Көптөн бери. Ар дайым укмуш эле өткөзүшөт. Эми укмуш өткөн баягы катышкандар айтат да. Сенин балдарың деп эле ушундай айтышат. Сенин балдарыңа биздин балдар жетпейт деп аны уккан сайын мен сыймыктанып кубанып калам. Ошол азырынча эми балдарыма айтып калам мен, болушу жаш өткөн сайын жакшы мышыл келбей калат экен. Только жаманчылык келип калат экен. Мурункудай тигери бул деген жакшы тилек ойлор азыраак келип калат экен да. Ошол эми жашап атабыз. Кудай таалам канча жаш берет, анда жашап көрөлү. Мен дагы айтам, агар ушундай болсо, я не против, да жашай турайын деген үмүт бар. Ошол